Қайырлы күн, әріптестер. Биыл 2024 жылдың сәуір айының 24-нен бастап педагогикалық идеялар панорамасы 2024 республикалық бейне сабақтар мен бейне дәрістер конкурсы басталған болатын. Осы конкурс бойынша көптеген сұрақтар келіп жатыр. Соның барлығына бірақ жауап болсын деп сіздерге видео басып жатырмын. Қараңыздар. Осы педагогикалық идеялар панорамасы 2024 байқауына қатысу үшін сіз мына Google-ға жазыңыз, іздеу жолағына edu.өрлеу деп жазасыз. Мына бірінші тұр ғой, мінекей, сайт АО Национальный центр повышения квалификации деген. Оны басасыз. Осыны басқаннан кейін сізге осындай сайт ашылады. Бұл жерде сайт қазақша және орыс тілінде. Осы тілді таңдап болғаннан кейін сіз мына мұғалімдерге деген бөлікке барып, осы жердегі педагогикалық идеялар панорамасы деген тетікті басасыз. Басқаннан кейін сізге мінекей осы педагогикалық идеялар панорамасының конкурс жайлы толық ақпарат шығады. Жалпы бұл конкурс туралы ақпарат, шарттары қандай, үздік бейне сабақтар қандай болу керек, сол туралы осының барлығын басып, ашып, өзіңіз танысыңыз. Мына жерде конкурс ережесі көрсетілген. Осыны ашқаннан кейін сіз қараңыз, мінекей, бұл жерде жүктеп алуыңызға болады, қағаз бетіне шығарып, қазақша және орысша тілінде көрсетілген. Енді осы ережемен өзіңіз танысасыз. Мына жерде өтінім қалдыру видеосы көрсетілген. Қалай өтінім қалдырамыз? Өтінім қалдыруды басамыз. Әрі қайсыңыз өзіміздің қажетті облыс, аймағымыз белгілейміз. Мысалға, осыны басайық, ұлт ауданы бойынша. Енді бұл жерге мына жерде қызылмен белгіленіп тұр ғой, осының барлығын міндетті түрде жауап жазу керексіздер. Қалай өтінім беру керек? Менде арнайы видеосы бар, сіздермен бөлісетін болам. Осының барлығын толтырасыздар. Енді әрі қарай кеттік. Қайтадан мына бөлімге келдім. Енді қараңыздар. Педагогикалық идеялар панорамасы конкурсы жалпы кімдер қатыса алады, қандай идеялар таратуға болады, тәжірибеге қол жеткізу үшін қандай үздік педагогикалық көрсете аламыз, іс тәжірибемізді. Одан кейін қарасаңыздар, төменге қарай түсіп қатысу шарттары бар. Мінекей, кімдер қатыса алады, бейне сабақты жіберу кезінде шектеулері қандай, бар ма деген сияқты. Өтінімді қандай құрамда беруге болады. Бұл қазір сіз мұнамен алдын ала танысып шығыңыз, өйткені сіз мына өтінімді толтырған кезде сізге осының барлығымен танысу керек алдын ала. Материалдарды іріктеудің басты өлшемі қандай болу керек. Одан кейін конкурстық жұмыстары қойылатын талаптары, мазмұны қандай болу керек. Бейне материалдың техникалық сипаттамалары, осыған назар аударып, осылар сақтау керексіз. Одан кейін аудио және бейне мәтінді бөгде өндірушілердің авторлық құқықтарын сақтау, яғни біреудің авторлық жұмысын алып өзіңізге қосуға болмайды. Жұмыстарды, мынандай жұмыстар қабылданбайды. Көбісі былтырлар слайд түріндегі жұмыстарын жібере салған, сілтемелері дұрыс бөліспеген, сосын бұрын соңды орын алған, немесе бұрын соңды басқа конкурстарға қатысқан дайын бейне роликтерін жібере салғандар, олар өтпейді. Сапасы төмен бейне роликтер мысалға бағаланбайды. Қарасаңыздар, осы бөлімменен, 5-ші бөлімменен толық танысыңыздар. Мінекей, өтінім беру үлгісі, ережесі барлығы осының астында қарасаңыздар, барлық көрсетіліп тұр. Жалпы дәріс, сабақ, семинар, мастер-класс. Бұл жерде 12 бағыт бар. Сол 12 бағыттың ішіндегі таңдайсыздар ғой. Мүмкін сіз дәріс ретінде, мүмкін семинар ретінде, мастер-класс көрсетесіз ба, или зертханалық жұмысыңыздан көрсетесіз ба, бейне сабақ ретінде жасап, цифрлық білім беру ресурстары жайлы, немесе бейне подкаст ретінде дайындайсыз, оны өзіңіз білесіз. Кейбір әріптесім сұрапты, өткен жылдары үздік бейне материалдар көрсетесіз ба деп. Мінекей, осылардың барлығын сіз алып, көріп танысыңыз, сізге жаңадан идея туындауы мүмкін. Осының барлығын қарап көріп шығыңыздар. Ақпарат сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Мүмкін сізде тағы да сұрақтар туындаса, комментарийға жазыңыз. Мен сізге қолым тигенде жауап беремін. Назарларыңызға рахмет.